Әйел кісінің аяғы мынау үстіңгі жағы әурет емес, табаны әурет. Носки кию керек па? Иә, қолдан келгенше носки кию дұрыс. Немесе жабық тоқтай ұзын сосын көйлек. неше ішінен бір дамбал сияқты бір нәрсе кию керек па? Ол міндетті ма? Вот осыған тоқталайықшы қазір. Сіз көшеге шығасыз, етек кидіңіз немесе көйлек кидіңіз, астында дымыңыз жоқ, иә? Сосын Алла сақтасын, аварияға ұшырап кеттіңіз. Тіптен ол жарайды. Жай просто велосипед қағып кетті. құлап қалдыңыз. Аяғыңыз ілініп бір нәрсе құлап қалдыңыз. Етеңіз полный ашылды. Қандай сезімде боласыз? Ұят қой, иә, қарап еді қой. Қарап еді. Енді бұл адамдарға қарап еді. Ал сізді жаратқан, сізге бүкіл мынау санай алмайтын нығметтерді шексіз әрі кері қайтарымсыз ештеңе күтпей беріп жатқан жаратушымызға, Раббымызға біз сонда қандай киіммен тұруымыз керек?